Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда біз осындай темада влог түсірмекпіз. Яғни біз әпкем екеуміз үйде жалғыз өзіміз қаламыз. Екеуміз ғана ата-анамызсыз, себебі олар бір жаққа кетіп қалды. Сол жайлы бүгін күніміздің қалай өтетіні жайлы видео түсіреміз. Осы влогты соңына дейін қараңыздар. Жалпы бастапқы видеоны бастапқысын түсіріп үлгермедім, ол есіме енді түсті. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қызықты видео болады. Біз қазір магазинға келіп отырмыз. Бүгін бізде вечер. Қазір шоколадтардың аймағына келдік. Так, не аларым білмей тұрмын. Біз қазір мынандай алдық, ноутбук. Ой, вот. И вот, так, біз чипсы таңдап жатырмыз. Не, қандай түрін алсақ болады, соны ойлап тұрмыз. Сметана емес, я? Не знаю. Қазір көрейік. Сметана емес. Вот, біз осыны таңдадық. Кеттік. Квас бар қой. Квас алдық, негізі бар ғой. Түсіріп жүрген ұят екен. И вот, қазір йогурт алуға келдік. Йогурт алуға, я осылай. Вот клубникамен алдық. Очередь көп. Все, мы вышли. Так, теперь купим виноград. Так. Выкинем. Мынаны да аламыз, Ал біз енді донор алуға барадық. Қазір көрсетемін бұл көлін. Достар, біз келдік үйге. Мы только вдвоем. Шай ойып жатырық. Енді отыру керек. Моя любимая прическа. Что она собирается делать? Ничего. Вообще, бізге қазір өте қызық болайын жатыр деп ойлап отырмын. Донорды қазір жылыта салу керек. А еще біз донор алдық, бағана көрсетпеген шығар. Вот, Джекас донор мой самый любимый. Ассорти и виноград ровно килограмм, хлебушек. Біз уже шай қойдық, енді шай ішуге дайындалып жатырмыз. Қазір мына телефонға сим картаны салып, кеттейін деп жатырмын. Ой, кешір. Все, что осталось у нас от Джека, это только. Біз қазір отырмыз. Вторая партия. Так, достар, енді біз пирог жасайық деп жатырмыз, брауни жасаймыз. Сол үшін біздің балжанна не істеп жатыр екен көрейік. Жұмыртқасын жарды, бірақ ішінен түсіп қапты, сондықтан қазір бүгін көп калорийный тамақ жедік. 1 килограмм не жеп тастадық, жүзім жеп тастадық. Сосын 500 грамм тоғыз дедім ғой. Сосын 500 грамм донер жедік. Вообще Джекас донерді өз-өзіміз жеп тастадық. В общем, екі талағымыз екеуінде жеп тастадық. В общем, тамақ жедік. Елімізде осы. Жоқ, бір 30 ақ грамм кетеді. Ой, да.
міне осы екеуі керек. И осыдан примерно 40 или 50 граммдай алсаңыздар болады. Ну и здесь гора посуды. Вот, у нас тут манты готовы. Готово. И холостяцкий ужин. Уже тамақ шай ішіп бітті, кешкі асымызды. Енді біздің детка ыдышып жатыр. Бүгін басым қатты ауырып тұр, шынымды айтсам. В общем, у нас сегодня обжорство, короче. В общем, мы сегодня очень много кушаем. И не знаю, что с нашим организмом. Пить. В общем, у нас сегодня... Қазір ужастик көріп отыр, поворот не туда. Короче, біз обедімізді скраб жасайын деп жатырмық. Мен өзіме негізі реал конут күшті. Коконат вообще офигенно. Так, короче, біз қазір бетімізді жуып қойдық. Ребята, вы не обращайте осындай неге. Мына артқа көп назар аудармаңыздар, себебі бұл жерде ремонт жабылады. Полный. Да. Ой. Ламыз, смотрите, ламыз. Давай, смотри. Смотрите. Офигеть. Не істейін деп жатыр, бетімізге маска жағайық деп жатырмыз. Вот. Біз, короче, уже бетімізге наносить етін деп жатыр, достар. Кокосовый. Так, давайте. Сам. Начинаем уже. На, не хочу қайта қол. Кто сказал? Лена, видишь? Чё? Нужно цвет. Цвет надо. А, цвет ждем. Достар, енді біз ұйықтауға кеттік, маскамызды жасап алдық. Енді осы видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Осы видеоның соңына лайк басып, менің каналыма тіркеліңіздер.